Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін борщ дайындайтын боламыз. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен етті пісіріп алатын боламыз. Етіміз піскеннен кейін сорпаны тазалап сүзетін боламыз. Етіміз пісіп жатқанда барлық өнімдерді турап дайындап қоятын боламыз. Ең алдымен орам жапырақты осылай жіңішкелеп ұсақтап тураймыз. Одан кейін пиязды ұсақтап тураймыз. Одан соң сәбіз бен қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз. Барлық өнімдерімізді дайындап алғаннан кейін қызып тұрған табада қуыратын боламыз. Ең алдымен пиязды салып қызарғанша қуырамыз. Пияз қуырылып болған соң сәбізді салып, тағы да араластырып 5 минуттай қуырамыз. Сәбіз қуырылып болғаннан кейін қызылшаны салып қуырамыз. Егер де майы аз болып кетіп жатса, қосымша май құйсаңыздар болады. Қызылша қуырылып болған соң татымына қарай тұз, бұрыш, түрлі дәмдеуіштер және де томат пастасын қосып араластырамыз. Және де бір қасық құмшекер салып жіберуге кеңес беремін. Сонда дәмі ерекше болатын болады. Барлығын осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін сорпадан 3 ожаудай құямыз. Одан соң 15 минуттай баяу отта пісіретін боламыз. Қайнап жатқан сорпамызға алдын ала дайындап турап қойған картопты саламыз. Қалауыңыз бойынша лавр жапырағын салсаңыз болады. Барлығын салып болғаннан кейін араластырып бетін жауып 5-7 минуттай пісіретін боламыз. Одан кейін дайындап қуырып қойған қызылша сәбізді қосып, жақсылап барлығын бірге араластырамыз. Одан кейін туралған етті саламыз. Ең соңында қызыл үрме бұршақты саламыз және де алдын ала дайындап қойған үккіштен өткізілген сарымсақты, түрлі қалауыңыз бойынша шөптерді қоссаңыздар болады. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап бір араластырамыз. Астын өшіріп 5 минутқа қойып қоямыз. Осылай майонезбен ұсынсаңыздар болады. Осымен борщымыз дайын, баршаңызға ас болсын.